Қоңыраугүл мен қырыққұлақ ертегісі. Ертеде қырықгүл өте әдемі, қош иісті болыпты. Оның гүлінің әдемілігі мен көптігі сонша, дүниеде ешбір гүл оған тең келмепті. Ал онымен қатар өскен көк аспан гүлі оған қызыға қарайды екен. Көк аспан гүлі ол кезде нәзік гүлдерімен аспанға қарай ұмтылып, көкпеңбек болып гүлдейді екен. Ал айналадағы жәндіктер болса қырықгүлдің гүлінің әдемілігіне қызыға, оның гүлінен нәр жинап, әр жауын шашын кездерінде оны паналайды екен. Жәндіктер арқылы тұқымы алыс жерлерге шашылып тез көбейетін болыпты. Бір күндер орманда дауыл тұрып қатты нөсер болады. Сол кезде нөсерден қашып бой тасалауға асыққан жәндіктер әдеттегідей қырықгүлге ұшып келеді. Бірақ ол бұл жолы гүлін ашпай қояды. Бұны байқаған көк аспан гүлі жәндіктерге жан ашып, басын төмен иеді. Суға малшынып тоңа бастаған жәндіктер көк аспан гүлін паналайды. Қырықгүлге өкпелеген жәндіктер оған жоламай, тұқымдарын жан-жаққа тасымай оны көбейтпей қойыпты. Міне содан бастап қырықгүл әдемі гүлдерінен айырылып, жапырағы 40 бөлікке бөлініп, қырыққұлақ деп аталып кетеді. Сөйтіп қырыққұлақ гүлдердің ішіндегі гүлдемейтін жалғыз гүл болып қалған екен.